Армысыздар, құрметті телекөрермен, қоғамдық арнасында әдемі әлем хабары. Бүгінгі біздің хабарымыздың кейіпкері өңірімізге танымал дизайнер Аида Темір. Аида, сәлеметсіз бе? Арнайы уақыт бөліп бізбен сұхбаттасуға уақыт бөлгеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Көңіл күй өте керемет, жақсы. Аида, енді осы тұста біздің көрермендерімізге өзіңізді таныстыра кетсеңіз, қай жердің тумасысыз, қайда дүниеге келгенсіз? Мен Темір Аида, Темір қызы, Қызылорда қаласында 1996 жылы 10 шілдеде дүниеге келдім, осы жақта. Енді отбасыңызда қанша ағайындысыздар? Отбасыда 5 ағайындымыз, 2 тәтем, 2 ағам бар. Сіз үйдің кенжесісіз. Иә. Қайда білім алдыңыз? Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде дизайн мамандығын тәмамдадым. Бұл дизайнерлікке келуіңіздің басты себебі неде? Жалпы кішкентайынан армандадым осы мамандықты. Жалпы адамда мақсат болса, барлығына жету мүмкін деп ойлайсыз ба? Әрине. Осы тұста сізді дизайнер болуға қандай мақсат жетеледі? Өзімнің арманымды мақсатқа айналдырып, осыған жетем деп талпындым. Мектеп бітіргеннен кейін басталды барлығы. Дизайнер болу үшін арнайы білім қажет па? Негізі білім керек. Барлық жерде білім керек. Көбінесе талант болса, фантазия болса болады. Енді осы тұста өзіңізбен тең қатар келе жатқан, осындай іскер азаматтармен өзіңізді салыстырып қарағанда, білімі бар оқыған адаммен тума талант адамдардың арасында айырмашылық бар ма? Өзімнен кейінгі курста оқыған студенттермен салыстырып қарайын, негізі айырмашылық болады. Егерде білімде тума талантта бірге болса, ол кезде жақсы. Енді осы сіздің дизайнерлік саласына келуіңізге отбасыңыздың көзқарасы қалай? Әрине бәрі қарсы. Әкем ғана қолдады басында. Қазір енді жәменде бәрі сені көріп келе жатыр. Сол, қазір жақсы. Не себептен қарсы болды деп ойлайсыз? Енді бұл мамандыққа көтерілу, жету қиын. Одан да басқа адамдар сияқты неге тұрақты жұмыс жасамайсың деп көп айтады үйде ата-анам. Бірақ енді еңбектенсең бәрі болады ғой. 24 сағаттың қанша уақытын жұмысыңызға арнайсыз? Азаннан түнге дейін. Өзіңізге қаншалықты сонда уақыт бөлесіз? Жеке өзіме ма? Иә. Көп білмеймін. Тек жұмыс. Жұмысқа берілгенсіз ғой? Иә. Осы тұста сізге авторлық киімдерді тігуге қайдан ой келеді? Шабытқа байланысты барлығы. Шабыттан болады. Шабытты кімнен қайдан аласыз? Шабытты әрине өзімнен, табиғаттан. Жұмыс уақытында енді бір кезде үйіңізге кеш барып, немесе азанда отбасыңызды көрмей бірыңғай жұмыста болып, болмаса жұмыс орныңызда қонып қалатын кездер бола ма, тапсырыс түскен күндері? Негізі күнде үйге кеш қайтам. Көбінесе түнге дейін жұмыс жасаймыз, өйткені тапсырыстар қазір көп, тойға байланысты. Қонған кездерде де болады, шыны керек. Енді ондай сәттерде сіздің енді ата-анаңыз қалай қарайды? Әрине қазір түсінеді, көздерімен көргеннен кейін, Инстаграм парақша желіде, сторизда күнделікті салып отқаннан кейін, ол кісілер маған сенеді. Қазір ешқандай қарсылық жоқ, рұқсаттарын берді. Өзіңіздің кәсібіңізді ашқаныңызға қанша жыл уақыт болды? 1 жылдан енді асты. Жақында 2020-да аштым ғой. Өнеріңіздегі өзіңізбен үзеңгілес, яғни дизайнерлер немесе стилистер, болмаса тігінмен айналысатын адамдармен қаншалықты тығыз қарым-қатынастасыз? Жалпы ательеде тігіншілерді танимын, ол кісілермен қатты жақын араласам деп ойламаймын, бірақ әзірге дизайнер көрген жоқпын. Жалғыз өзіңіз? Енді білмеймін ғой, енді бітіріп келетіндер бар ма, бірақ көрген жоқпын. Осы тұста айта кетсеңіз, адамдардың сырт келбетіне қарап, оларға сіз бір киім пішіні ұсынасыз ба, әлде өздерінің қалаулары бойынша тігіп бересіз ба? Заказға қарай, әр кезде әрқалай, кейбір қыздар болады, өздерінің қалауымен заказды. Негіз көбінесе сондай қазіргі тапсырыста. Ал кейбір қыздар болады, сіздің фантазияңызбен, идеяңызбен көрсетесіз бе. Сол кезде сызып көрсетеміз фасонды. Енді әлеуметтік желіде қазір білеміз, өзіңіз жаңа түсетін келіндерге хит орамалдар, сонымен қатар
келіндік халаттарды тігумен айналысасыз. Бұған келуіңізге не себеп, болмаса сондай тапсырыс түсті ма? Негізінде бұл жақта мен өзім мақсатым, өзім жеке дизайнымдағы көйлектер, сән көйлектерін, той көйлектерін шығару болатын. Бірақ біздің менталитетімізге орай Қызылорда қаласының, облысының жаңағы тапсырыстар көбінесе ұзату көйлектеріне түседі. Сонымен қатар кәжекей, орамалдарға түседі. Негізінде бірақ орамалдан бастадым жұмысты. Орамалдарға, кәжекейлерге қанша уақыт кетеді енді тапсырыс берген күннен тұтынушыға берем дегенге дейін? Таза қол жұмысты орамалдарға 2 күнде, асығыс болса 2 күн, егер де асығыс болмаса 3-4 күнде кетеді. Ал кәжекейге 4 күн кетеді. Өзіңізге қажетті құралдарыңызды, яғни мата, болмаса жіп деген сияқты дүниелерді қайдан алдырасыз, болмаса тапсырыспен алдырасыз ба? Егер де біздің Қызылорда қаласында болса, осы жақтағы магазиннен өзімнің тәтелерім бар, базардан аламыз. Ал бізде жоқ заттарды Шымкент, Алматы, басқа қалалардан заказбен алдырамыз, тапсырыспен. Енді осы тұста жұмыс болғаннан кейін әрбір кезде сын болатыны ақиқат. Сынды қаншалықты қабылдайсыз? Әзірге сын айтылған жоқ. Сыннан тек қана уақыттан сәл кешігеміз, сол кезде ғана болады. Енді бір әлеуметтік желіде байқаған кезінде мынау сіз бір тұтынушыларға бір реніш білдіріп жатсыз. Яғни сіздер еңбекті бағаласаңыздар, бағаны түсінсеңіздер деген сияқты. Бағаны қаншалықты жиі түсіруді сұрайды? Көбінесе скидка қойылған бағаны түсінен скидка сұрайды. Сол кезде бір рет шығарған болатын сторизға. Көбінесе енді біздің Қызылордада скидка көп сұрайды. Ол орамалдардың жасалу жолы қиын болғандықтан, оның бағасында солай қоясыз ба? Әрине, ол қол жұмысы болғаннан кейін бағалы болу керек. Негізінде нақты суммадан біз әлде де түсіріп, енді өзін халықтың жағдайына қарай деп түсіреміз көбінесе. Қазіргі таңда өзіңіздің отделениеңізде қанша адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырсыз? Қазіргі таңда 4 адамды жұмыспен қамтып, әлде де болашақта көбейтеміз. Енді санаулы ғана жыл болса да, осы сән саласына келгеніңізге республикалық болмаса басқа да сайыстарға қатысып жүлделі болдыңыз ба? Әрине, 2017 жылдан бастап Алматы, Шымкент, Ташкент қалаларында үлкен халықаралық байқауда шықтық. Қандай жүлдеге ие болдыңыздар? Мысалы, Ташкент қаласында өткенде бірінші орын Аспара Fashion Week'та, ал Шымкент қаласында тоже Аспарада, ол жақта екінші орын, Алматы қаласында ол жақта да екінші орынмен. Енді өзіңіздің арнайы даярлап шығатын шәкірттеріңіз бар ма? Иә. Қаншалықты жиі дайындайсыз? Ондай көп емес, өйткені бізде қол босамайды, заказдан, тапсырыстан қол көп босай бермейді. Шәкірттеріңізге ең алдымен нені алдыға мақсат етіп қоясыз? Нені талап етесіз? Жауапкершілік және шыдақаттылықты талап етемін, және адал еңбекті. Шәкірттеріңіздің арасында жасы өзіңізде үлкен егде кісілер бар ма? Болды, иә. Өзімнен 7-8 жас үлкен кісілер болды. Енді осы тұста қазір көріп тұрмыз, өзіңіздің артыңызда сіздің жасап шыққан бұйымдарыңыз бар екен. Кәжекейге тоқтала кетсеңіз, оның жасалу жолы қалай, оған қанша уақыт кетеді? Мысалға, мына кәжекейде бірінші күні мерка аламыз, өлшем аламыз. Содан кейін матаны бірге таңдап аламыз. Матада осындай мата и астарлық мата болады. Содан кейін мына тастарды аламыз. Бірінші күнге осы кетеді. Екінші күні мен барлығын пішіп, өлшем бойынша пішіп аламын. Содан кейін жаңағы тапсырыс иесін шақырып, бір рет примерка жасап аламыз. Үшінші күні полный толығымен тігіп бітіреміз. Төртінші күні мына тастарын орнатамыз. Жалпы сонда барлығы бұл жұмысқа 4 күнді қажет етеді ғой? 4 күн. Ал мынау келіндік образдағы халаттар, қалай оны жасап шығасыздар? Халаттарды, мысалға мына халатты алайын. Бұл халатқа 2 күн жеткілікті. Бірінші күні өлшем аламыз, мата таңдаймыз, мына кружеваларды барлығын келтіріп аламыз. Сосын сол күні жаңағы пішіп дайындап, келесі күнге уже тігіп дайындап қоямыз. Бұндай халаттар қаншалықты тапсырысқа, сұранысқа ие?
көбінесе жаңа түсатқан келіншектер ұзату көйлегін тіктірген кезде осы халатқа да заказ тапсырыс түседі. Көбінесе енді сіздің тігу барысыңыз қай бағытта жұмысыңыз? Негізі өзім кешкі сан көйлектері мен свадебный көйлекті тіккен жақсы көремін. Бізде сұраныста көбінесе ұзату көйлектері, кәжекей ұзату көйлектері. Енді Аида, осы тұста айта кетсеңіз, қазіргі кезде көбісі ойлайды, бір жерге барып, тек көзбен көру арқылы үйреніп кетуге, алып кетуге болады деп. Дегенмен де қазір көріп тұрмыз, әрбір жұмыс көздің майын тауысып жұмсалатын уақыт. Сондай кездерде болып жата ма, бір қателік кетіп, қайтадан оны керісінше қайтадан жасап жататын уақыт кездер? Көбінесе асығыс болған кезде, примерка жасамай тіге берек деген кездерде болады. Кішкене кең болып қалуы мүмкін, сол жерді қайта тігіп, өз өлшемінде дайындап береміз. Енді біздің өнерімізге өзіңіздің атыңызды қалыптастыру үшін қандай тың жаңағындай көйлек дейміз ба, болмаса орамалдар, басқа да дүниелерді алып келдіңіз? Ең бірінші орамалдан бастан, авторлық орамалым болды, 3D гүлмен. Студент кезден бастап шығардым, сол орамалмен қалыптасты. Өзіңіздің кейінгі артыңыздан еріп келе жатқан сіңлілеріңіз, егер де осы кәсіпті бастаймын десе, оларға не деп айтар едіңіз? Өте шыдамдылық керек, жауапкершілік керек, және де фантазия керек көбінесе. Енді өздері осындай тігіншілердің арасында бәсекелестік қай деңгейде? Бәсекелестік бар деп ойлайсыз ба жалпы? Негізінде ателье бойынша болады, бізде қалада ателье көп, бойынша бәсекелестік көрмедім. Өзіңіз бен өзгелердің жұмысын салыстыратын кез бар ма? Клиенттерде, тапсырыс берушілерде болады. Базармен салыстырады, неге бағасы жоғары, неге төмен деген сияқты. Оған сіздің жауабыңыз? Менің жауабым қол өнері, дизайнерский платок, киімдер ол әрине бағалы болады. Біз Бішкектің жаңа клейленген нәрселерін сатпаймыз ой, сол сияқты. Жас бола тұра осындай кәсіпті алып кету қаншалықты жеңіл немесе оңай? Негізі қиындықтар болды, әлі күнге дейін болады. Кейде тығып жылап алатын кездерде болады. Бірақ енді бір Алла күш қуат берсін дейміз. Сондай сәттерде қолыңызды бір сілтеп, кәсібіңізді тастап кетуге бет бұрыс болатын кездер болды ма? Мүлдем болған жоқ. Мен осы кәсіпке кішкентайынан дайындалып келе жатырмын. Ондай мүлде жоқ ой. Осы кәсіпті бастап кету үшін алғашында қанша қаражат салу қажет? Қиын сұрақ. Ең басында орамалға бар ақшаны сала бердім, оны санаған жоқпын. Мүлде санаған жоқпын. Содан кейін ательені ашылатын кезде Атамекен кәсіпкерлер палатасынан 505 мың грант алған болатынмын. Сол грантпен басталды негізінде. Алдағы уақытта ательеңізді кеңейту ойда бар ма? Әрине. Өзге өңірлерден ашу ше, егер сұраныс болса? Әрине ашыламыз, Құдай қаласа. Енді осы тұста бағанадан бері айтып жатырсыз, өзіңіздің авторлық орамалдар деп, соған тоқтала кетсеңіз, қалай жасалады, сол жөнінде көрсетсеңіз біздің көрермендерімізге? Әрине, көрсетейін.
Құрметті Аида, тағы да сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің көрермендерімізге өзіңіздің өміріңізбен, жұмысыңызбен таныстырғаныңызға. Осы тұста біздің құрметті көрермендерімізге өзіңіздің лебізіңіз болса. Құрметті телекөрермен, әрбір істі бастаған кезде ешқашан қорықпау керек. Арманды мақсатқа айналдырып, талпыну керек. Талпынған кезде әрқашан жол ашылады, еш нәрседен қорықпай бастай беріңіздер. Құрметті көрермен, осымен біздің хабарымыз тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.